Erik Haydar yengil Elmurod Xaqnazarov. To'lagan Adikilov. Орта салмақтағы жекпе-жек бүгінгі карттың ең қызықты жекпе-жектердің бірі деуге болатын шығар. Енді кем дегенде дәл осы жекпе-жекті күткен жанкүйер саны көп, жеткілікті. Эльмурод Хақназаров медиа кеңістікте ең алдымен танымал болған адам. Міне соңғы ММА әлемде болып жатқан тенденцияларға еріп, міне өз бағын аралас жекпе-жектерде сынап көрмекші. Және қарсыласы Михаил Цыганков, кәсіпқой ММА-дің дәмін татып көрген жігіт. Көрейік бұдан не шығатын. Кеттік, алғашқы раунд. Хақназаров сәл бойшаңдау қарсыласына қарағанда. До первого точно попадания, скорее всего, этот поединок закончится. Калф-киктен бастады және... И сразу же пошел на своего оппонента. Тамаша, Цыганков қазір қорғанып шығалды бұл тұста, бірақ қателесті, позиция беріп қой. Бас ашық қалды ғанаңызда. Бокового контроля удержит своего оппонента. Эльмурод. Сәл асығып аптығып жатыр екеуі бұл жерде. Позицияны айту керек. Қазір соққы жаудыра. Жоқ. Қылқындыру әсін жасауды жөн көрген екен. Бір таңдау болғанда, қазір асықпай ойланып тұрып қалды. Да, дал, кстати, здесь время подумать, собраться. Цыганков Михаил. Қарсыласына көп уақыт беріп қойды. Әзірше қылқындыру туралы айту ерте. Хақназаров. Дайындап жатқанда, әдісті. Міне енді салған. РМЗ идет. ойынға салды, болды, берілді. Стоп! Айтарлықтай қарсыластық көрсете алмады. Эльмурод Хақназаровтың кәсіпқой ММА-дегі сәтті дебюті. Алдағы уақытта енді танымал қарсыластарға қарсы шығу әбден мүмкін.